Қайырлы күн көрермен, Көркем Тоқыма каналына қош келдіңіз. Бүгінгі бейне сабақта сіздермен бірге кішкентай қыздарға арналған көйлектің үстіңгі бөлігін тоқитын боламыз. Ал көйлектің етегі матадан тігілетін болады. Көйлектің үстіңгі бөлігі тоқыма бізімен өрнектің өте қарапайым, орамсыз және бір орамды ілгектерді ілу арқылы тоқылады. Сондай-ақ жиегіне әдемі желбезектер тоқуды да үйренеміз. Жаз мезгіліне арналған жеңсіз көйлектің етегін матадан тігетін болғандықтан үстіңгі бөлігін тоқу көп уақыт алмайды. Кішкентай ханшайымдарға арналған әдемі көйлекті бірге тоқып көрейік. Ендеше іске сәт! Бүгінгі тоқыма бұйымы үшін осыған дейінгі жобаларда тоқыған Ализе Бахардың балаларға арналған жібін пайдаландым. Және осы жіпке сәйкес келетін 2 мм тоқыма бізін қолданамын. Қарапайым дөңгелек орап, осы дөңгелектің ішінен тоқыма бізінің көмегімен ілгек іліп аламыз. Жіптің ұшын тартып кішірейтеміз және осы ілгекке ілгектер тізбегін жасаймыз. Мен тоқып жатқан 6-9 айлық өлшем үшін 94 дана ілгек іліп алдым. Ілгектер тізбегін жасауда барлығының біркелкі болғаны дұрыс. Мінекей қажетті 94 ілгекке 2 дана қосып 96 ілгек іліп алдым. Енді арада бір ілгек қалдырып, екінші ілгекке бір орамды баған тоқимыз. Тоқыма бізіне жіптен бір рет орап аламыз. Ілгектің ішінен алынған жіпті әуелі ораммен біріктіреміз. Және одан шыққан жіпті тоқыма бізіндегі ілгекпен біріктіреміз. Осылайша бір орамды баған тоқылады. Міне осылайша қатардың соңына дейін әрбір ілгекке бір орамды баған тоқып шығамыз. Алғашқы қатарды тоқып болған соң, ілгектерді ілу барысында қалған жіптің кішкентай екінші ұшынан түйме үшін ілгек жасайтын боламыз. Кішірек түйме сиятындай 5-6 дана ілгек іліп алдым. Және осы ілгекті тоқыманың теріс бетіндегі негізгі ілгектермен бірге қосып тоқып жіберемін. Тоқыманың теріс бетінде орамсыз бағандармен тоқитын боламыз. Мінекей алдыңғы қатардағы әрбір бағанның үстінен бір-бірден ілгек іліп аламыз және оны тоқыма бізіндегі ілгекпен біріктіреміз. Осылайша орамсыз бағандар тоқылады. Мінекей алдыңғы бөлігі үшін 30, жең және арқа бөліктері үшін 15 данадан бағандар қалдырып, 4 бағанға маркермен белгілеп қойдым. Үшінші қатарда әрбір бағанның үстіне бір орамды бағаннан тоқып шығамыз. Бірінші қатарда тоқығанымыздай, маркерге дейінгі аралықтағы әрбір бағанның үстінен бір орамды бағандар тоқып шығамыз. Мінекей маркерге дейінгі барлық бағандарды тоқып шықтық. Маркермен белгіленген бағанның үстіне 2 дана бір орамды баған тоқып аламыз. Бір бос ілгек ілеміз және дәл осы жерге тағы да 2 дана бір орамды баған тоқимыз. Дәл осындай әдіспен маркермен белгіленген 4 бағанның үстінен қосымша бағандар тоқимыз. Маркерге дейінгі және олардың аралығындағы бағандарға қосымшасыз бағандар тоқылады. Тоқыманың теріс бетінде екінші қатарды тоқығанымыз сияқты орамсыз бағандармен тоқимыз. Маркермен белгіленген бағандарға арасына бос ілгек қалдырып 2 баған тоқимыз. Мінекей 5 сантиметрдей тоқып болғаннан кейін бір бос ілгек іліп алып тоқыманы көтеріп, екінші жиегімен жалғастыруға кірісеміз. Әрі қарай орамсыз бағандармен жалғастырамыз. Енді тоқыманы оң және теріс бетіне аудармай, тек қана оң бетінде дөңгелек бойымен тоқып шығамыз. Регландық сызықтарда тоқыманың теріс бетінде тоқығанымыз сияқты орамсыз бір баған тоқимыз, бір бос ілгек іліп аламыз, дәл осы жерге екінші орамсыз бағанды тоқимыз. Жең бөлігіне қарай өтіп, орамсыз қосымшасыз бағандармен жалғастырамыз. Осыдан кейін орамсыз және орамды бағандар қатарын кезектестіре тоқитын боламыз. Мінекей барлық қабырғаларын айналдыра тоқып шықтық. Біріктіргенге дейінгі соң ілгекті тоқимыз. Бағанның қабырғасы үшін қалдырылған ілгекті тоқымай, келесі ілгекпен бірге бізде тұрған ілгекті біріктіріп, қатардың басын соңмен бірге қосамыз. Келесі қатар үшін бағанның қабырғасына 2 бос ілгек іліп аламыз және бір орамды бағандар тоқып, тоқуды жалғастырамыз. Әдеттегідей әрбір бағанның үстінен бір орамды бағаннан регландық сызықтарда, яғни тоқыманың 4 бұрышында қосымша бағандармен тоқып шығамыз. Мінекей бір орамды бағандармен қатардың соңына дейін тоқып шықтық. Енді бағанның қабырғасы үшін тоқылған 2 ілгекті қалдырып, үшінші ілгектен тоқыма бізіндегі ілгекті біріктіреміз.
Мінекей ені 5,5 сантиметрдей тоқып алдық. Тоқыманың қазіргі ені иығы үшін жеткілікті болғанымен, қол бөлігі үшін жеткіліксіз болады. Сондықтан енді тоқуды тек алдыңғы және артқы бөлігінде жалғастырамыз. Тоқыманың артқы бөлігінде аяқталған жіптің ұшын кесіп, тоқыманы теріс бетіне бұрып, осыған дейін тоқығанымыздай, тоқыманың теріс бетінде орамсыз бағандармен, оң бетінде бір орамды бағандармен тоқып шығамыз. Жіптің қысқа ұшын жасырып, бірге тоқып жіберуді ұмытпайық. Осылайша тоқып жатқан өлшемге сәйкес, иығынан бастап қолтығына дейінгі қажетті ұзындығын тоқып шығайық. Мінекей артқы бөлігінен кейін алдыңғы бөлігі үшін де бірнеше қатар тоқып шықтым. Осы соңғы қатарлардың жиегінің бір тегіс болып шығу үшін бір қатар айналдыра, орамсыз ілгектермен тоқып шығамыз. Әрбір бұрышындағы бағандарға екі бағаннан тоқуды ұмытпайық. Енді тоқыманың оң бетін сыртына қаратып бүктеп, алдыңғы және артқы бөліктерін біріктіруге кірісеміз. Мен артқы бөлігін біршама ұзынырақ етіп тоқыдым. Қолтығы аздап кең болу үшін 5 дана ілгектер тізбегін іліп аламыз. Енді осы ілгектер тізбегін арқа бөлігімен біріктіреміз. Арқа бөлігінің бұрышындағы бағаннан бір ілгек іліп аламыз. Осы ілгекті ілгектер тізбегімен біріктіреміз. Бағанның қабырғасы үшін 2 дана ілгек іліп аламыз. Келесі бағандарға бір орамды бағаннан тоқып шығамыз. Арқа бөлігінде барлық бағандардың үстінен бір орамды бағаннан тоқып шығайық. Екінші қолтық бөлігі үшін орамдағы жіптің ұшынан алдында тоқығанымыз сияқты 5 дана ілгектер тізбегін іліп аламыз. Және осы ілгектер тізбегін тоқыманың алдыңғы бөлігінің бұрышымен біріктіреміз. Дәл бұрышындағы бағаннан ілгек іліп аламыз. Және осы ілгекті ілгектер тізбегімен біріктіріп, жіптің ұшын ұзындау етіп қалдырып, осы жерден кесеміз. Енді жаңадан қосылған осы ілгектер тізбегінің әрбіріне бір орамды бағаннан тоқып шығамыз. Осы қатардың бәрінде бір орамды бағандар тоқумен жалғастырамыз. Қосылған жіптердің қысқа ұштарын жасырып тоқып кетуді де ұмытпайық. Мінекей соңына дейін тоқып, қатардың соңын басымен біріктіреміз. Мінекей әдеттегідей біріктіріп алдық. Енді бағанның қабырғасы үшін бір ілгекке көтереміз. Демек, осы қатардың бәрі орамсыз бағандармен тоқылады. Осыдан кейін орамды және орамсыз бағандарды кезектестіре отырып, ешбір қосымшасыз, өзгеріссіз айналдыра қажетті ұзындыққа дейін тоқып шығайық. Желбезегін тоқуға кірісеміз. Ол үшін арасында бір бағанды қалдырып, екінші бағанға 5 дана бір орамды баған тоқимыз. Мінекей 3-ші орамды баған, 4-ші орамды баған, 5-ші орамды баған тоқып алдық. Және арасында бір баған қалдырып, екінші бағанмен біріктіреміз. Әрі қарай дәл осылай жалғастырамыз. Арасында бір бағанды қалдырып, келесі бағанға 5 дана баған тоқимыз. Арасында бір бағанды қалдырып, келесі бағанға біріктіреміз. Осындай әдіспен етегінің жиегіне желбезектер тоқып шығайық. Қалған ұшын жасырып, тоқу процесін аяқтаймыз. Бізде осындай ұқыпты жиек пайда болады. Көйлектің етегі үшін матаны 2-ге қабаттап, теріс бетінде шетін біріктіріп, етегін қайырып аламыз. Осы матаның жоғарғы жағында беліндегі бүрмелері үшін бір қатар тігіс жүргізіп, осы тігістің жібін абайлап тартып, матаны жинақтап, бүрмелер жасаймыз. Матадағы бүрмелердің біркелкі орналасуын және тоқылған бел бөлігіне сәйкес келуін қадағалайық. Мінекей көйлектің 2 бөлігі де дайын. Енді көктеп тігіп, біріктіріп шығамыз. Мінекей бүгінгі бейне сабақта сіздермен бірге тоқыған көйлек осымен тәмам. Көйлекті сәндеп, түйме тағамыз. 2 түрлі бұйымнан әзірленген бүгінгі ерекше көйлек түрі көңіліңізден шықты деген ойдамын. Арнама тіркеліп, қоңырауша батырмасын басуды, пікір қалдырып, ойыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Шебер қолдарыңыз талмасын, сау болыңыздар.